Мен бүгін Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» кітабын бүгін оқып бітірдім. Кітап 215 беттен тұрды. Кітаптағы басты кейіпкер автордың өзі. Кітаптың басты идеясы автордың балалық шағы қаншалықты қиын әрі кедейшілік болса да, ол өз өмірінен қуаныш ала алды. Яғни балалық шақ әрбір адамда болады. Мейлі ол қиын болсын, бақытты болсын, әркімнің өз балалық шағы әртүрлі болса да, ол адамның мәңгі есінде қалады екен. Ал автордың балалық шағы қиын әрі есте қаларлық оқиғаларымен ерекшеленді. Кейде жейтін тамақ болмай, киерге киім болмай, аянышты сәттерде болып жатады. Кейде бір сәт ауыртпашылықтарды ұмытып, бала болып түрлі шытырман оқиғалар да тап болып жатады. Кітапты бастап оқығанда мен көп ештеңе сезіне алмадым, бірақ 10-15 бет оқығаннан кейін кітаптың басты мағынасы мен ойын түсіне бастадым. Менің ойымша шығарманың алғашқы сөйлемдерінен-ақ автордың ішкі қасиеттерін байқауға болады. Кітап маған рухани жағынан да көп әсер етті. Біріншіден, мен балалық шақтың болашақтағы адамға қалай әсер ететінін түсіндім. Екіншіден, қиын сәттерде қалай мойымау қажеттігін білдім. Үшіншіден, кедейшіліктің қасіреттерін іштей сезініп көрдім. Кей балалар мысалы затты менсінбей ата-анасына салмақ салып жатады, бұл өте дұрыс емес. Менің есімде қалған қызық оқиғалар көп, бірақ ең қызығы жаңа киімдерден көрген азабым деп аталады. Бұл оқиғада автордың ағасы сатылған Алматыға курсқа оқуға барған кезде жаңа киім әкеліп береді. Ол кезде жай адамдарда жаңа киім бола бермейтін. Ол сонау алыс ауылдан өз ауылына жаяу жалаң аяқ барады. Сол кезде жаңбыр жауады, кейін бұршақ жауады, одан кейін қар жауып әбден мазасын алады. Үйіне жеткен кезде ол өзіне шақ келетін пальто, бас киім және үлкен пималарды көреді. Ол қыс болғанша шыдай алмай, жаздың ортасында сол киімдерді киіп тойға барады. Ыстықтап, әзер шыдап отырады. Айтқаннан гөрі өзіңіз оқысаңыз тіпті әсерлі болады. Бұл оқиға маған екі түрлі әсер қалдырды. Мен оның осындай ісіне қатты күлдім, әрі көп уақытқа дейін өте қызықты болып маған әсер етті. Екіншіден, мен автормен бірге сол кезде қалай оған ұят болғанын сезіндім, өзімде сезініп көрдім. Бұл кітапта маған ұнаған кейіпкер ол автордың өзі. Автор Бердібек Соқпақбаев адал, сыпайы, бір жағынан кекшіл, яғни оның ескі жауы Жанбосын уақыт бойы ашуланып жүрді Жанбосынға. Тапқыр, автор өте эмоционалды адам деп ойлаймын. Ызаға тез беріліп кетеді. Кішкентайынан кітап құмар болды, жазушылық қасиеттер болды. Көбіне ол ешкімге сырын айтпай, өз ішінде сақтап, оларды өлең арқылы шығарып отырды. Мен егер автордың орнында болсам, мен де мойымас едім, айтқан мақсаттарыма жетіп, автор сияқты сүрінсе де тез жинақталып, қайтадан арманыма жететін едім. Бұл жағдайда автордың өз арманы орындалды. Ол балалық шақтан бастап жазушы болуды армандады. Ең соңында кітаптың басты ойын айтатын болсам, автордың басынан қиыншылықтар көп болды. Анасынан айырылды, күтім көрмеді, оны ешкім іздемеді, оған керек заттар болмады. Бірақ ол өзінің балалық шағынан жақсы естеліктер көрді. Ал біздің заманымыздағы балалар соңғы модельдегі телефон және стильді киіну үшін ата-анасымен ренжісіп қалып жатады. Ол өте қате деп ойлаймын. Автордың бұл кітап арқылы айтпақ болғаны, өмірдегі қиыншылықтарға өте күрделі қарамаңыз. Ол уақыт өте келе қиындық болмағанына көзіңіз жеткізесіз. Ол жай ғана эмоциямен ерекшеленіп тұрады. Балалық шақ бір-ақ рет және өте ыстық болады. Сондықтан балалық шақты бағалай білейік дегісі келген екен.